Бұл не, сенің ағаң ба? Сенің ағаң қандай адам? Ол сенің ағаң болуы мүмкін бе дейді. Ол маған шабуылдады. Сен оны құтқарғың келе ме дейді. Иә, ол қылмыскер, бірақ оны жазаласаңыз да өзіңіз біліңіз. Бірақ сіз оны ұрғанмен, өлтіргенмен өзіңіз де қылмыскер боласыз дейді. Мен сізге уәде беремін, ол қандай жазаласа да оған көнемін дейді. Сен өз ағаңа ойымдаса, мен өз әпкеме ойымдаймын дейді Юг. Сен бүгін дәлелдедің, судан қан күшті екенін, деді Юг. Юг кетіп қалады. Сосын Каляни, менің ұлыма не істеді дейді. Нилкант, ұлым сені қатты ұрыпты дейді. Каляни, тез дәрігер шақырыңдар дейді. Бұның бәрі мына қыздың кесірінен, сенің кесірінен дейді Каляни. Кали айтады, негізінде бұл жерде Нил ағамдікі дұрыс емес дейді. Ол өз қолымен полицияға берілуі керек дейді. Вишвавир, менің ойым жүзеге асып келе жатыр. Енді Чоудари отбасын күту ғана қалды дейді. Ей, қыз, үніңді өшір дейді. Сен не, менің ұлымды тұтқындауы керек дейсің бе? Оу, жоқ, саған не істеген дейді. Сен біздің отбасымызға кір келтірдің дейді. Сіз не істеп жатса жеңге, бұл Шармиланың кінәсі емес дейді. Сонда бұл менің кінәм ба, оны ертерек үйлендіргенде ештеңе болмас еді дейді. Жүр, Юг, біз полицияға арыз жазайық дейді. Ей, сен жындысың ба? Бізге арыз жазайын деп жатсың ба? Сен өз отбасына арыз жазайын деп жатсың ба дейді. Сол кезде Вишвавир Нилкантқа құса бастайды. Мен саған айттым, тек әлгі қызды тиіс дедім, ал сен істедің, маған жауап бер дейді. Нилкант айтады, мен негізінде ол қызға тиісіп жатқан кезімде Кали келіп қалды дейді. Кали мені тоқтатты дейді. Вишвавир, бұның бәрі Калидің кесірі екен ғой дейді. Сол кезде Каляни келіп, ұлым, бөлмене барып тынық деді. Вишвавир Нилкантқа, сен Кали деген адамнан да бетерсің дейді. Каляни, Вишвавир, сен неге өз планыңды маған айтпадың дейді. Сенің планың өте жақсы, бірақ Вишвавир айтады, оның бәрі Калидің кесірі. Кали менің ойымды құртты дейді. Нилкант Калидің жанына келеді. Кали, өтініш, мені кешірші дейді. Нилкант айтады, Шармила өткенгі сауық кешінде менің намысымды таптады дейді. Кали, өтініш, мені кешірші дейді Нилкант. Кали айтады, мен сені кешіремін, но сіз бірақ полицияға өз қолыңызбен тұтқындаласыз дейді. Ертеңгі күні Юг полицейский участоктың алдында сөйлесіп тұрады. Сол кезде Нилкант пен Кали келеді. Оны Юг көреді. Сосын Юг ойланып ішінен, мен дұрыс түсінбедім бе, әлде дұрыс емес пе дейді. Сосын олар полициямен сөйлеседі. Біз өзіміз беруге келдік, сіздердің жұмыстарыңыз аяқталды, сіздер боссыздар дейді полиция. Кали түсінбей қалады. Бұны естіген Юг, не, сонда бұлар босап шықты ма дейді. Жоқ, бұл мүмкін емес, жазықты кім алды дейді. Сонда бізді кім босатты дейді. Пірадар келіп, Нилкантты босатқан мен дейді. Сосын пірадары Калиге айтады, сен отбасымызға дұрыс істемедің, сен Нилкантты тұтқындамақшы болдың деп Калиге айтады. Енді екеулерінде үйге қайтыңдар дейді. Сосын Нилкант пен Кали үйлеріне қайтады. Сосын пірадар Каляниге звондайды. Каляни алып, пірадар, жұмысымыз дұрыс орындалды ма дейді. Пірадар айтады, иә, дұрыс орындалды, мен оны тұтқыннан шығардым дейді. Бірақ сен оны не үшін істедің, сенің қандай жоспарың бар дейді пірадар. Мен жоспарды қазір айтсам, ол қызық емес болып қалады дейді.
радарға күт дейді. Жарайды, мен өшіремін дейді. Сосын Гауридің құрбылары, сенің аған бір қызды тиісіпті ғой дейді. Жоқ, менің ағам ештеңе істеген жоқ дейді Гаури. Құрбылары, өтірік айтуды қойса, ол Шармилаға тиісті ғой дейді. Сендер не деп тұрсыңдар? Ол ештеңе істеген жоқ дейді. Гауридің құрбылары, сенің қызметшің бізді қорлап жатыр дейді. Сен неге үндемей тұрсың дейді. Ей, тыңда, ол менің қызметшім емес, әпкем дейді Гаури. Чоудари отбасына бір хат келеді. Юктың әжесі ол хатты алып ашады. Әлгі келген хаттың ішінен жүзік шығады. Бұл жүзікті көрген Юктың әжесі, бұл жүзік Шармиланікі емес пе дейді. Юктың әжесі тойдан бас тартамыз деген жазумен жүзікті беріп жібергенін көреді. Бәрі таң қалады. Юк Шармиланың құрбыларына келеді, сендердің көмектерін керек дейді. Әлгі Нилкан жаны тұтқында, оған жалып тастаңдар, сонда ол бостандықта емес, түрмеге түседі дейді. Бірақ құрбылары бас тартады. Артында Кали тұр еді, Юк оны көреді. Шармила өз көзіне өзі сенбей қалады. Сосын әлгі қызметшіге, сен Шармила туралы айттың ба деп ұрсып береді. Шармила мен Юктың әжесі, сендер менен не жасырып тұрсыңдар? Кәне айтыңдар. Тыңданышы апа, әлгі Вишвавир Жаның жиені Нилкан Жа біздің Шармилаға тиісіпті дейді. Әже, сіз неге мені ұрып жатсыз дейді. Әжесі, сен бізді ұятқа қалдырдың дейді. Манжари ойланып, ол менің қолымда болғанда мен Нилкан Жаны полицейский участоктен құтқарушы едім дейді. Сен өмір бақи жалғыз өзің қалғың келеме дейді. Тоқтаңызшы мэм, бұл Шармиланың кінәсі емес дейді. Бұл біздің отбасылық мәселе, сен өз бөлмеңе бар дейді. Әжесі, енді саған кім үйленеді дейді. Сосын Вишвавир келеді. Мен сіздерге көмектесе аламын дейді Вишвавир. Мен Вишвавир Жа, Нилкан Жа менің жиенім. Мен сіздерге үйлену той туралы сөйлесуге келдім дейді. Сіз не деп тұрсыз дейді. Менде бір ой бар, мен қызымды сіздердің отбасыларыңызға беремін дейді. Бірақ Юктың әжесі келіспейді. Рахмет сіздерге, енді біздің үйімізден кетіңіздер, біз келіспейміз дейді. Мынау менің ханшайымның горосколы, өтініш көріңізші дейді. Сонда сіз өз балаңызды, менің қызымды бақытты болады дейді. Сені ешкім қолдамайды, шын ғой иә дейді Юк Калиге. Юк Калиге, сен полицейский участокқа ағаның істерімен бардың иә дейді. Юк Калиге, сен қандай тұзақ құрғандарында кім білсін дейді. Рахмет, бірақ сенің көмегің керек емес дейді Юк. Кали Гауриге, сен Юкқа тұрмысқа шығуың керексің дейді. Кали, өтініш тұрмысқа шық дейді. Гаури, мен өлсем де оған тұрмысқа шықпаймын дейді. Сен ішіп алғансың ба дейді. Жоқ, оған тұрмысқа шығасың дейді Кали. Гаури менсінбей кетіп қалады. Кали Гауриді тоқтатып алып, өтініш мені тыңдашы. Юк өте жақсы бала, қарапайым. Сен оны Рамам сияқты елестейді дейді. Кали, жетер, сен фильмдағы сөздерді құрастырма дейді. Гаури, бұл ешқандай фильмдағы сөздер емес, өтініш оны тыңдашы, ол сені бақытты қылады, ол шынайы жігіт дейді.
Гаури кішкене ойланады да, жарайды, мен оған бір шанс беремін дейді. Сосын, бірақ ол менің тестімнен өту керек дейді. Ол тестімнен дұрыс, мен оған тұрмысқа шығамын дейді. Сосын Нил Гант Шармилаға кешірім мен гүл сыйлап хат жазып жібереді. Шармиланың анасы, бұл қандай жақсы бала, қарашы дейді. Сен бұған тұрмысқа шығуың керексің дейді Шармиланың анасы. Сосын мен сенбей Шармила хатты лақтырып жібереді. Ол Юктың алдына түседі. Юк ол хатты алады. Енді ішін ашып оқиын деп жатқанда оның Шармиланың анасы көріп қояды. Юк хатты оқып шығады. Сосын Шармила, қарашы, хатты бұл жерде сені кешірші деп жазылған. Сен оны кешіресің ғой? Я, Шармила дейді. Шармила ағасы, аға, сіз мен үшін тұрмысқа шығып жатсыз, я? Мен сізді жақсы көремін деп құшақтайды. Сосын Юк кішкене ойланып, Кали қандай жұмбақ қыз дейді. Өзінің отбасы жайлы кішкене ойланып, өзімен өзі сөйлесіп отырады. Ол менен бірдеңе жасырады дейді. Сосын Кали, Манжи апа, мені кешіріңіз, мен сізден бірдеңе жасырдым дейді. Сіз маған ән айтуды үйреттіңіз, ән сал дедіңіз, бірақ бүгін енді мен ән сала алмаймын. Мен ән салмаймын дейді. Мен осы уәдемде тұра алмаймын. Манжи апа, мені кешіріңіз дейді. Юк айтады, Кали маған уәде берді, Гауримен кездестіремін деп. Енді маған Гауриді іздеудің қажеті жоқ дейді. Кали, бұл сырымды ешкімге айтпаймын дейді. Бұл сырды ешкімге айтуға жол бермеймін дейді Кали. Юк пен Гаури үйленеді дейді. Сосын Гаури Калиді ертесіне бір жерге шақырады. Бұл не дейді Кали? Бұл тест дейді. Тест, я тест. Бұл менің ең бірінші тестім. Қандай тест дейді Кали? Менде бір ой бар дейді Гаури. Сені машина қаққанда қылып жолда тұрып аласың, сені Юк құтқару керек дейді. Басында Кали қобалжып тұрады. Сосын енді Гаури деп айтайын деп жатқанда Гаури тыныш дейді. Сосын ол қобалжып біраз тұрады. Бір уақытта Юк жүгіріп келе жатады. Сосын Гаури көліктің тежегішін басады. Көлік жүре бастайды. Кали, Құдайым, мені құтқарыңызшы дейді. Юк Калидің жолдың ортасында тұрғанын көреді. Сосын Юк Калиге қарай жүгіре бастайды. Бір уақытта жіп үзілейін деп жатады. Юк жүгіріп келе жатып құлап қалады. Сосын жіп үзіліп кетеді. Юк Калиді құтқарып үлгереді. Көлік соғысады. Юк жерге қарайды. Сосын көлікте жіп байланып тұр екен. Юк, сендер сонда менімен ойын ойнап жатсыңдар ма? Не дейді? Мені кешіріңізші Кали дейді. Сен мені оңай кешіреді деп ойлайсың ба дейді Юк. Мен саған үйленгім келмейді. Тек ана уәденің кесірінен саған үйленіп жатырмын. Басқа ештеңе емес дейді. Мен сенің көргім келмейді дейді. Кали, тоқтаңыз, жетер дейді. Өтініш, тоқтаңыз, Құдай үшін тоқтаңызшы. Мен неге тоқтауым керек дейді. Юк Калиге, сендер менің өміріммен ойнап жатсыңдар ма дейді. Кали, жетер, сіз маған үйленбейсіз дейді.
Ю Калиге бұл тағы сендердің бір өтіріктердің ба дейді. Мен Құдай, мен ант етемін, мен сізге тұрмысқа шықпаймын дейді. Сіз әкесінің ханшайымына тұрмысқа шығасыз дейді. Вишвавир жа менің әкем емес дейді. Оның сүйікті қызы да мен емес дейді.